Қайырлы күн, құрметті шәкірттер. Біздің бүгінгі грамматикалық сабағымыздың тақырыбы зат есімнің септік жүйесі деп аталады. Яғни зат есімнің септелуі, септік жалғауларының мағыналарына тоқталамыз. Содан кейін сөз тіркестерінің ішінде қатыса матаса байланысқан зат есімді тіркестерді де қарастырамыз. Зат есім дегеніміз не? Яғни зат есім заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім не деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Күнделікті өмірде кездесетін, әдеттегі жай нәрселерді ғана емес, табиғат пен қоғамда ұшырасатын әр алуан құбылыстар мен оқиғаларды, ұғымдар мен түсініктерді де қамтиды. Зат есім. Яғни зат есімдерді біз тұлғасына қарай, құрамына қарай және мағынасына қарай бірнеше топтарға бөліп тастаймыз. Мысалы, тұлғасына қарай негізгі зат есім, туынды зат есім деп бөлеміз. Негізгі зат есім дегеніміз бізде түбір қалпында тұратын. Ешқандай жұрнақ, соның ішінде жұрнақтың ішінде де сөз тудырушы жұрнақ жалғанбаған түбір қалпында тұратын зат есімдерді біз негізгі зат есім деп атаймыз. Мысалы, ант десек, сенім, сен десек, мысалы, міне осылардың барлығы негізгі зат есім болып табылады. Ал туынды зат есім не есімдерден, не етістіктерден сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалатын зат есімдер. Мысалы, біл деген етістіктен білім деген туынды зат есім аламыз, дос деген зат есімнен достық деген туынды зат есім аламыз. Яғни, бұл жерде етістік негізді зат есім бар және есім негізді зат есім бар. Ал құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім деп бөлуімізге болады. Дара зат есім деген бір негізгі түбірден тұратын болса, күрделі зат есім кемі екі немесе одан да көп негізгі түбірден тұратын сөздерді айта алады екенбіз. Яғни, бір ғана негізгі түбірден тұратын сөзге тарақ деген сөзді алуымызға болады. Негізгі түбір бұл жерде тарақ дейтін жұрнақ жалғану арқылы етістіктен туынды зат есім жасалды. Яғни, етістік негізгі туынды зат есім дейміз ғана. Бұл тұлғасына қарай туынды зат есім, құрамына қарай дара зат есім болып саналады. Күрделі зат есім бізде, яғни күрделі сөздер өз негізінен төртке бөлінеді. Біріккен сөз, қосарланған қос сөз, тіркескен сөз және қысқарған сөздер. Осы төрт түрі де зат есімнің бойынан табыла алады. Кемпір қосақ дейтін болсақ, мысалы, біріккен сөз, ата-ана дейтін болсақ, қос сөз, Алматы қаласы дейтін болсақ, тіркескен сөз және оқымақу дейтін болсақ, қысқарған сөздер. Яғни, бұның барлығы кемінде екі немесе одан да көп негізгі түбірден тұратындықтан біз бұларды күрделі зат есім қатарына жатқызады екенбіз. Ал енді мағынасына қарай біз зат есімдерді, яғни жалпы есім және жалпы есім деп бөлеміз. Жалпы есімдерге мысалы адамның есімдері, қаланың есімі, газет журналдың аттары, өзен солардың аттары жататын болса, ал жалпы есім деген, яғни сол есімдердің жалпыланған түрі екен. Өзен дейтін болсақ, жалпы есім дейміз. Енді ертіс өзен дейтін болсақ, ол жалпы есімге айналады. Енді осы септік зат есімнің септелу жүйесі дегеннен кейін бізде төрт түрлі жалғау бар. Соның жіктік жалғаудан басқа септік жалғау, көптік жалғау және тәуелдік жалғауын біз зат есімге тән грамматикалық категория дейміз. Себебі бүкіл зат есімдер септеледі, көптеледі, тәуелделеді. Бірақ барлық зат есімдер жіктеле бермейді. Сондықтан жіктік жалғауын біз зат есімнің грамматикалық категориясына жатқыза алмаймыз. Оны жақ категориясы деп етістік сөз табының ішінде қарастыратын боламыз. Септік сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстырып, олардың арасындағы синтаксистік қатынастарды көрсетіп, өзі жалғанған сөзге затты ұғымға қатысты грамматикалық мағына үстейтін қосымша. Септік жалғау тікелей өзі немесе басқа формалармен бірлесіп келіп, зат пен қимыл, я зат пен зат арасындағы субъектілік предикаттық, тура және жанама объектілік, меншіктік, қатыстық, мекендік, мезгілдік, құралдық, көлемдік сияқты қатынастарды білдіреді. Септіктер зат есімге тән түрлену формасы болып табылады. Яғни, жаңа айттық, зат есімге тән грамматикалық категория дейміз. Септік жалғаулары негізінде зат есімдерді және зат есім қызметін атқаратын өзге сөздерді сөйлемдегі етістік мүшелерімен байланыстырады. Яғни, бізде
септік жалғауларымыз негізінен осы етістік сөз табымен тіркесуге бейім болып тұрады екен. Осы септіктің ішінде етістік мүшемен тікелей байланыспай, тәуелдік жалғаулы есім сөзбен байланысатын тек ілік септігі. Ал енді іліктен басқа барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмеккес септіктеріндегі сөздердің барлығы етістікпен тіркесуге өте бейім болып келеді. Сөздердің септікті қабылдап өзгеруін, осы септік жалғауларын қабылдап өзгеруін біз сөздердің септелуі дейміз. Зат есімдер және олардың қызметін атқаратын басқа есім сөздер де тәуелденбей де, тәуелденіп те септік жалғауын жалғай береді. Яғни түбір қалпында да септік жалғауын жалғауы мүмкін, немесе тәуелденіп барып, тәуелді септеу формасында да кездесуі мүмкін. Септік жалғау арқылы есімдер сөйлемдегі етістіктермен де, шылау сөздермен де, есімдер өзді-өздерде жалғасып, әр алуан қарым-қатынасқа түседі. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі дейміз. Қазақ тілінде 7 септік бар. Олар атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік және көмектес септік. Атау септік енді ешқандай жалғау бұған жалғанбайды, қосымша жалғанбайды. Атау қалпында өзі аты айтып тұрғандай, бір сөздің тек атын ғана атап қояды екен. Ал қалған септіктердің өзінің белгілі бір сұрақтарға жауап береді және белгілі бір жалғауларды жалғайды. Мысалы, ілік септігінің сұрағы кімнің нені, барыс септік кімге неге, табыс септік кімді нені, жатыс септік кімде неде қайда, шығыс септік кімнен неден қайдан, көмектес септік кіммен немен қалай деген сұрақтарға жауап береді және осы сұрақтарға тиісінше белгілі бір өзіне тән септік жалғаулары жалғанады екен. Және септік жалғаулары белгілі бір мағынаны да береді. Мысалы, атау септіктегі атынған атақ туралы дедік, ілік септік тәуелді, меншікті мағынаны береді. Барыс септік дегеніміз бағытты, мақсатты көрсетеді. Табыс септік кімді нені деген сұраққа жауап беріп, тура толықтырушы қызметін атқарады сөйлемде. Жатыс септік кімде, неде, қайда деген сұраққа жауап береді екен. Ол енді көлемдік, мекендік және мезгілдік мағына береді. Ал шығыс септік кімнен, неден, қайдан деген сұрақтарға жауап беріп, іс-әрекет, амал, қимыл әрекеттердің шыққан орнын, себебін, мезгілін, мөлшерін көрсетеді. Басқа да әрқилы мағыналарды көрсетуі мүмкін. Ал көмектес септік іс-амалдың құралы мен тәсілін, мекені мен мезгілін, ортақтасу, бірлесу, астасу, ұштасу сияқты жай-күй қатынастарын және басқа әр алуан мағыналарын білдіреді. Ал енді бізде сонымен қатар сөз тіркесі деген тақырып бар. Сөз тіркесі деген тақырыптың ішінде қабыса матаса байланысқан зат есімді тіркестер, яғни қабысу дегенімізне және матасу дегенімізне, оларды біз сөйлемнің ішіне немесе сөз тіркесі берілген кезде жекелеген сөз тіркестерінде қалай ажырата аламыз. Яғни сөздердің қатар орын тәртібі қатар тұрып, орын тәртібі нәтижесінде байланысу түрін біз қабысу деп атаймыз. Қабысуда ешқандай жалғанбайды. Орын тәртібі арқылы тәсіл, орын тәртібі тәсілі. Есімді сөз тіркесінің басыңқы сөз әр уақытта есім, көбінесе зат есім болады. Етістікті қабысуда болуы мүмкін. Ол кезде басыңқы сыңар етістіктен болады. Ал зат есімдердің жетегінде айтылып, оларға бағынып тұратын сөздер де көбінесе есімдер болады. Ол есімдердің бір қатар сөз тіркесін құрау үшін өзара қабыса байланысады екен. Қабыса байланысатын есімді сөз тіркестерінің құрамы әртүрлі. Оның бағыныңқы сыңары зат есім, сан есім, сілтеу есімдігі үстеу болады да, басыңқы сыңары зат есім, субстантивтенген сын есім, сан есімдерден жасалады екен. Яғни қабыса байланысатын есімді сөз тіркестеріне мысалы алтын сағат, жазық дала, жалп қарады деген сияқты есімді, етістікті сөз тіркестерін жатқызамыз. Бұның барлығында біз көріп отырмыз, алдыңғы келтірген екі мысалымыз есімді болатын болса, соңғы жалп қарады дегеніміз етістікті тіркес, бірақ үшеуіне де ортақ белгі, бұл олардың ешқандай жалғаусыз орын тәртібі арқылы байланысу екен.
Ал матаса байланысатын сөздер ілік септігімен тәуелдік жалғаулы сөздер. Мысалы, менің балам, үйдің шатыры, қаланың баласы деп айтуымызға болады. Яғни матаса байланысатын сөздер негізінен мынау бір-бірімен байланысқан кезде меншіктілік, тәуелділік мағынасын болмаса қатыстық мағынаны білдіре алады. Қабыса байланысқан зат есімдердің матаса немесе жартылай матаса байланысқан зат есім тіркестерден мынадай айырмашылығы бар. Матасуда басыңқы сыңардағы зат есім, бағыныңқы сыңардағы зат есімді аталық мәнге жеткізетін зат белгіні көрсететін болса, ал қабысуда мұндай қасиет болмайды екен. Міне, матасу мен қабысу дегеніміз осы. Яғни есімді болуы мүмкін. Матаса байланысқан сөздер тек есімді болатын болса, қабыса байланысқан сөздер есімді және етістікті болады. Есімді етістікті екендігін білу үшін біз басыңқы сыңармен қарайды екенбіз. Басыңқы сыңары есімнен болатын болса, ол есімді тіркес болады да, ал етістіктен жасалған болса, басыңқы сыңар бұл етістікті тіркес болып саналады. Назарларыңызға рахмет.